Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерге жұмбаққа толы кошачий кокоть немесе ункария деп аталатын өсімдіктің емдік қасиеттері туралы айтатын боламыз. Бұл қандай өсімдік, қандай аурулардан көмектесе алады, және бұл өсімдік қандай адамдарға зиянды болуы мүмкін? Арнаны ауыстырмаңыздар, роликті соңына дейін көріңіз, және осы сұрақтардың барлығына жауап алатын боласыздар. Ункария шөбі дегеніміз не? Ункария бұл ағаш тәрізді лиана бұтасы болып табылатын мариновый тұқымдас өсімдігі. Ол оңтүстік Америка, Гвинея және Перудың тропикалық ормандарында, сондай-ақ оңтүстік шығыс Азияда өседі. Ежелгі дәуірден бастап ол дәрілік өсімдік болып саналды. Өсімдіктің кошачий кокоть деп ерекше аталуының себебі, оның бүкіл бойы мысықтың тырнақтарына ұқсас ілгекті тікенектермен жабылған. Осы ілмектердің көмегімен өсімдік жақын жерде өсетін ағаштарға ілегіп биікке қарай өседі. Оңтүстік Американың индейцтары ункария шөбін 1000 жылдан астам уақыт бойы ерекше емдік қасиеттері үшін құрметтейді. Табиғаттың күшіне сеніп, олар қасиетті өсімдіктің шырынын ягуарлар жейді деп сенді. Жануарлар бұл бұтадан күш, төзімділік және жылдам жүгіру қабілетін алады деп сенді. Кошачий кокотьтің қабығы, жапырақтары, тамыр сабақтары халықтық американдық медицинаға енген болатын. Оның көмегімен иммунитетті нығайту үшін дәрі-дәрмектер дайындалады. Улы өсімдіктерден уланудан құтқарады. Қабыну ауруларымен күресуде қолданылады. Ең қызығы, Перу индейцтарын зерттеу барысында бір ерекше қасиет анықталды. Олардың арасында іс жүзінде ешкім онкологиялық аурулардан зардап шекпейді екен. Жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде индейцтарды рак клеткаларының болмауы осы шөптің шайын үнемі қолданумен байланысты екендігі белгілі болды. Осылайша 20 ғасырдың 70 жылдарында ғалымдар өсімдікке назар аударып, адам ағзасына әсерін толық зерттей бастады. Клиникалық бақылаулар нәтижесінде бұл жұмбақ өсімдіктің онкопротекторлық қасиеттері анықталды. Ункарияның құрамын одан әрі зерттеу көптеген емдік қасиеттерді анықтауға мүмкіндік берді. Ункария шөбінің пайдалы қасиеті. Өсімдікте емдік әсердің күшті белсенді ингредиенттері бар. Олар антиоксидантты, фенолды қосылыстар, алкалоидтар, таниндер, ситостеролдар, проантоцианиндер және тритерпен глюкозидтері. Ункарийдің жапырақтары, қабығы және тамыр сабағы пайдалы қасиеттерге толы. Өсімдіктегі дәрумендер мен минералдардан басқа белгілі бір қосылыстар да бар. Олардың бірі митрофилин деп аталады. Бұл саркома және сүт безі қатерлі ісігі жасушаларын өлтіретін, қатерлі ісіктің дамуына жол бермейтін органикалық алкалоид болып табылады. Ол сондай-ақ сіресіп қалуға да қарсы әсер етеді. Қан қысымын төмендетеді, ұйқышылдық сезімін жеңілдетеді. Ісікке қарсы қасиеттері бар. Лейкемия жасушаларын өлтіруге де қабілетті. Ал ункарин қышқылы деп аталатын зат тритерпен түрінде қабығынан синтезделеді. Туберкулезге қарсы әсері бар. Коха таяқшаларын жояды. Құрамындағы хиновин қышқылы жүрек соғу жиілігін төмендетуге мүмкіндік береді. Ал хинин қышқылы ДНК тізбегінің зақымдалған аймақтарын қалпына келтіреді. Нейрондарды патогендік факторлардың деструктивті әсерінен қорғайды. Метаболизмді қалыпқа келтіруге көмектесетін, қан ұйғыштарының пайда болуына жол бермейтін, қандағы глюкоза деңгейін реттейтін күшті антиоксидант болып табылады. Сондай-ақ бүкіл ағзаның қорғаныс функцияларын күшейте алады. Ункария шөбін қандай аурулардан қолдануға болады? Бұл өсімдік өзінің қасиеттері бойынша эхиноцея, женьшень, рейши және шиитаке саңырауқұлақтары, астрогалус және құмырсқа ағаш сияқты белгілі шөптерден асып түсетіні белгілі болды. Кошачий кокоть құрамына кіретін барлық дерлік фитокомпоненттер дене функцияларына және иммунитетті нығайтуға пайдалы әсер етеді. Антиоксидантты, ісікке қарсы, иммунитетті күшейтетін және қабынуға қарсы қасиеттерінің арқасында бүгінгі күні ункария келесі аурулардың кешенді терапиясының бөлігі ретінде сәтті қолданылады. Олар сүйек және буын аурулары. Бұл артрит, артроз, ревматизм және әртүрлі сипаттағы остеоартрит, асқазан ішек жолдарының проблемаларына, гастритке, колитке, диареяға немесе іш қатуға көмектеседі. Ағзаның барлық қорғаныс қабілетін арттырады, суық тию және вирустық инфекциялардан қорғайды.
айқын антипаразиттік әсерге ие. Жүрек қан тамырлары аурулары мен қант диабетіне де көмектеседі. Гинекологиялық патологиялар, перинаталдық инфекция, кальпит және мастопатияның пайда болуына жол бермейді. Сонымен қатар фибромиоманы да емдейді. Простатит және простата аденомасы сәулелік және химиотерапиядан кейін дене функцияларын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Сонымен қатар оны нейродермитке, 12 елі шек пен асқазанның жарасына, аллергияға, жыныстық герпеске және айналмалы лишай кезінде қолдануға болады. Ункария қанның көрсеткіштерін жақсарту, метаболизмді жеделдету және аллергиялық реакцияларды жою үшін алкогольдік, респираторлық, химиялық және дәрі-дәрмектермен улану кезінде детокс ретінде әрекет етеді. Қорытындылай келе, кошачий кокоть сияқты ерекше өсімдік ағзаға көптеген мәселелерде көмектесе алады. Бірнеше бағытта аурулармен күреседі. Сондықтан ол қалыптасқан ауруларды емдеуге ғана емес, сонымен қатар ауруды алдын алу үшін де өте қажет. Өнімді қалай дұрыс қабылдау керек? Биологиялық қоспалар түріндегі ункария капсула, таблетка, сұйық сығындылар және шай түрінде болады. Өсімдіктің кептірілген қабығының шайын күніне 1 стаканнан ішуге болады. Ал капсулалар дозасына байланысты күніне 2 немесе 3 рет 1-2 данадан қабылданады. Препаратты тамақтанудан жарты сағат бұрын тұтыну ұсынылады. Емдеудің максималды курсы 1 ай. Емдік рецепттер. Біріншісі, иммунитетке арналған шай. Сіз өсімдіктен дәмді және өте пайдалы шай дайындай аласыз. Ол үшін 2 грамм ункария қабығын алыңыз. Шикізатты ыстыққа төзімді контейнерге салыңыз және 1 литр су құйыңыз. Сусынды қайнатыңыз және баяу отта 10 минут пісіріңіз. Содан кейін сүзіп алып, сәл салқындағанша күтіңіз. Шайды күніне 1 рет 200 мл-ден ішіп отыруға болады. Сонымен қатар дәміне қарай бал қосуға болады. Екінші, асқазан ішек жолдарының тұнбасы. Мұны істеу үшін сізге жоғарыда аталған рецепт бойынша тұнба дайындауға болады. Бірақ сусынды дайындағаннан кейін оны қараңғы жерде 24 сағатқа қалдыру керек. Келесі күні тамақтанудан 30 минут бұрын тұнбаны ішіп отырыңыз. Жалпы дайын өнімді тоңазытқышта 3 күн ғана сақтауға болады. Емдеу курсы 2 апта. Артритті емдеу үшін. Ал артритті емдеу үшін сіз спирттік тұнба дайындай аласыз. Жарты литр арақ алыңыз. Сұйықтықта 20 грамм шикізатты 10 күн бойы тұндырыңыз. Содан кейін дайын тұнбамен ауыратын буындарыңызды ысқылап отырыңыз. Перуандық лиананың жанама әсерлері. Барлық керемет қасиеттеріне қарамастан, ункарийдің бірқатар қарсы көрсетілімдері де бар. Ұсынылған дозалардан асып кету, диспепсиялық бұзылулар сияқты бірқатар жанама әсерлерге әкелуі мүмкін екендігін есте ұстаған жөн. Олар қан қысымының шамадан тыс төмендеуі, брадикардия, қан кету, бүйрек функциясының бұзылуы және неврит. Ал жүктілікті жоспарлау кезінде оның бала көтеруге қарсы қасиеттеріне байланысты кемінде 2 ай бұрын өнімді қабылдаудан бас тарту керек. Ал бұны елемеу түсікке әкелуі мүмкін және ұрыққа да теріс әсерін тигізеді. Ункарияны органдарды ауыстырған адамдарға және ВИЧ инфекциясына қарсы дәрі-дәрмектерді қабылдайтындарға, гипотензия, асқазан жарасы, аллергия және жеке төзімсіздік кезінде қабылдауға болмайды. Сондай-ақ кошачий кокоть 12 жасқа дейінгі балаларға да ұсынылмайды. Ал оның сығындысына негізделген препараттарды қолдануды бастамас бұрын дәрігермен кеңесіп, қажетті зертханалық зерттеулерден өту керек. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.